Трансформатор свет мен жеке меншігім деді. Мен Асановтан сатып алған бәленбай миллионға. Тілектес саяжайының тұрғындары. Газды қосу деген ол бір бейнет болып жатыр. 600 мыңға шығып кетті. Телевизордан естік 300 мың деп отыр. Біреудің қалтасына салмай. Жоқ, сонда өкімет қарап отыр ма, халық қашан айғайлайды деп? Ешқандай отчет бермейді. 4 жыл бойы отыр. Мінгені жип, жасағаны күшті. Заттың бәрі қымбат, магазиннің бәрі қымбат қазір. Қымбатшылық дүние. Баладарымызды сабаққа жібермейтін жағдайға келдік. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Мен бүгін Алматы облысы Іле ауданы Ашбұлақ ауылдық округінің аумағында орналасқан Тілектес саяжайының тұрғындардың шақыруымен арнайы келіп тұрмын. Бұл жерде осы тұрғындардың тұрып жатқан жерін 21 ғасырға жатқызуға мүлдем келмейді. Өйткені бұл жерде жол мәселесі шешілмеген, интернет мәселесі шешілмеген, су мәселесі шешілмеген, жарық деген тіпті бұл жердегі саяжайды өте қымбат бағада төлеп жатыр екен. Жалпы осы жердегі халықтың жағдай өте қиын. Балалардың мектепке қатынауы қиын. Яғни Тоқаевтың айтып жүрген жаңа Қазақстанына мүлдем келмейді. Ал халықтың өзінің сөзін, мұң-мұқтажын қазір назарларыңызға ұсынам. Тыңдап шығыңыздар. Бүгінгі жиналу себебіміз осы аймаққа көшіп келгенімізге 6 жылдың көлемі болды. Бірақ та 21 ғасырда тұрып, біз кешегі бұрынғы заманның күйін кешіп жатқан жағдайдамыз. Сөздің шыны керек, әркім өзінің қолынан келгенше пайдаланып халықты, жеке меншік светін орнатып, жеке меншік суын орнатып, жеке меншік қып барын өздерінің бизнестерін жүргізуде. Осы кейін сайланған Сарыбаев әскер мырзадан біз ешқандай отчет талап ете алмай отырмыз. Сұраған жағдайда ол кісі ана бір сылтауды айтады, мына бір сылтауды айтып, ешқандай бізге халыққа ешқандай отчет бермейді. Біз жыл сайын ол кісіге 8.000 теңгеден кооперативтің жаңағы қорына түседі деген сылтаумен әр үй 8.000 теңгеден ақша жинаймыз. Жылына взнос деді. Ол 5 жылды, міне 6 жылдың көлемі болды, жинап келеміз. Бірақ та ол ақшаға ол кісі айтқан сайланатын кезінде менің аузым ақ, жүрегім таза, халықтың көтеремін, барлық жағдайларыңызды жасауға тырысамын, халық үшін қызмет жасаймын деп халықтың батасын алып сайланған. Бірақ дегенмен де ол кісі халықтың үмітін ақтап отырған жоқ. Өйткені жиналған ақшаны кеше ғана бізге Ақжол кооперативіне барып жиналыс өткізем деп хабарландыру жасады. Бірақ та халық наразы болды. Неге біз мына Ақжолдың территориясына барып өткізу керек, егер мына халық ортада мына жерде тұратын болса? Бірақ бүгін біз ол кісіні жиналысқа шақырдық, ол кісі категорически келмейтін айтты. Айтты ғой. Біз айтты, халықтан үлкен емес, сіз келіп халыққа отчетыңызды беріңіз. Осы күнге дейін не қандай жұмыс жасалды сізде? Қанша ақша жиналды қорға? Неге жол жөнделмеді? Деп сондай сұрақтарды қойып едік, оған біз ешқандай нақты жауап ала алмадық. Одан кейін ауылға қосу статусын қозғадық. Бірақ та дегенмен де ол кісіге ол тиімсіз болып отырған секілді. Себебі светті ол кісі трансформатор өзі сатып алып, жеке меншікке айналдырып, территориясын қоршап, учаскесіне кіргізіп алған. Қазіргі уақытта киловаты 32 теңгеден төлеп отырмыз. Ай сайын әр үйде менің өзім үйімнен, міне жаңа ғана светті төлеп келдім, 15.000 теңге. Одан кейін әр ай сайын мен 20.000 теңгеден менде шығын шығып отырады. Себебі біріншіден мен газ кіргізе алмадым. Газдың бағасы 500.000 теңге, жаңа аты айтып өтті. Мен жаңағы общий газдың құрал саймандарын алғанның өзінде мен миллионның үстінде асып жығалады екен. Ал оған менің шамам жетпейді. Мен сияқты қара халықтың да шамасы жетпейді. Сондықтан біз қазір уақытта көмір жағып отырмыз. Связіміз жоқ, светіміз өте қымбат. Жолымызды халықтың өзі әр көше 35.000 теңге, 65.000 теңгеден шығарып, әр көше өзі жөндеп жатыр. Центральный көшені, оны осы 2 жыл бұрын ғана мына центральный көшені жасады, үйті оны халықтың ақшасымен жасады. Кеше отчетында қарасақ, оны біз көрсете аламыз, себебі тек қана зарплатасына алып келген халықтың жиналған ақшасына. Үйті біз қарыз екенбіз ол кісіге. Іргемізде ауыл тұр. Мына келесі көшеде мына акиматқа қарайтын жер. Біз сонда орталықта ғана тұрмыз. Сөздің шыны керек. Неге бізді мына ауылға қоспасқа? Неге біз өкіметтен көмек алмасқа? Себебі налог төлеп отырмыз барлығымыз. Шын ғой, налог төлеп отырмыз. Неге біз өкіметке налог төлей отырып, біз неге өкіметтен көмек алмаймыз? Одан кейін мына көшеде маршрутка жоқ, өкіметтің маршруткасы. Барлығы міне жалдайды.
15-20 мың теңгеден такси жалдаймыз. Жаяу балшықты кешіп бала шағамызды мектепке апарамыз. Сондықтан инфраструктура біздің ауылымызға жақын болғанмен де біз оған жету мүмкіндігіміз жоқ. Себебі таксистеріміз де қымбат, бензин қымбат деп бір күн мынандай бағалады, екінші күні басқа бағалады. Сондықтан халықтың қалтасы көтере алмайды. Мысалы, мен өзім жан айқайым, мен өкіметке налог төлеп отырғаннан кейін өкіметтен көмек алғым келеді. Одан кейін жаңағы жинаған ақшасын қайтарып берсін деген талабымыз бар. Қоясыздар ма талапты? Ауыл әкіміне және аудан әкіміне, облыс әкіміне қояр талабымыз мынау тілектес деген дашаны өкіметтің қарамын алып, ауылдық мәртебесін беруін сұраймыз. Бір, екінші, осы жердің председателі өзі емес, әкесі істейді, бірақ та дәбіреншілікпен жүріп жүрген, мынау заңды белшесінен басып, аяққа таптап, Қазақстан Республикасының заңын таптап жүрген осындай председательдарға шектеу қоятын уақыт жетті. Өйткені мынау қымбатшылық заманда халықтың жағдайы, бұл жерде көп балалы аналар тұрады, мүгедекті баласы бар адамдар тұрады, жаңадан пенсионер тұрамыз бұл жерде. Алатын пенсионердің жалақысын өздері де біледі, 70-80 мың аралығында. Ал бұл жердің ақшасы күні өсіп жатыр. Өкіметке үйдің налогын және төлейміз. Председательға бұрын 8 мыңдан төлейтінбіз жылында. Ол менің зарплатым дейді. Қазір 8 мың емес, 12 мың болды. 4 мың теңгені өзі заңсыз қосып отыр. Светтің трансформаторын келгенде 165 үйдің ақшасымен сатылып алынған жеке меншік трансформатор болатын. Оған келген председатель үйіне кіргізіп қойып алып, қазір светтің бағасы 32 теңге көтеріп отыр. 32 теңгеге. Бұл не деген масқара? Ал енді ана 80 теңге, 8 мың теңгеге 4 мың қосты. Светтің 28 теңгеге 32 мың теңге көтерді. Ал енді басқа жағын айтпай-ақ қойып, халықтың жағдайын ойлау керек. Өкімет болып, аудан болып, ауыл болып, біз далада қалдық, иесіз қалдық айналайын-ау. Иесіз, ешкімнің қамқорлығы жоқ, өкіметтің қамқоры жоқ. Бізге өкімет қамқорлығын жасап, бізді ауыл мәртебесіне өткізіп тілектесті, осындай жағдай жасаса жақсы болар еді. Бірақ та біздің заң өкілдері, аудан әкімшіліктер жұмыс жасамыз. Ауыл әкімі кім екенін де білмейміз, қарағым, көргеніміз де жоқ. Бұнда көшіп келген алдымыз 6 жыл болды. Артымыз 2 жыл болды міне. Көшіп келген, мен де келгеніме 4 жыл болды. Мен ауыл әкімін өзі көрмегенмін. Кім екенін де білмеймін, аты жөнінде, фамилиясын де білмеймін. Ал біздің тек тілектес осындай мынау дашаға жемқорлық жайлап, мынау халықты күнге төмендетіп, тұрмыс жағдайымыз нашарлап барады, қарақтарым. Заттың бәрі қымбат, магазиннің бәрі қымбат қазір. Қымбатшылық дүние, балаларымызды сабаққа жібере алмайтын жағдайға келдік. Чай тамақ іше алмайтын жағдайға келдік. Өйткені мынау газы бар, светі бар. Осыларға біз мынау жердің налогы біз шамамыз келмей жатыр. Алған 80 мың пенсиямыз жетпей жатыр, қарағым. Осыны қолға алатын уақыт жетті. Ең бірінші мәселе бұл ауыл құрылғанда 1 жыл біз осы Алматының іргесінде тұрып светсіз отырдық. Оны куә адамдар бар. Движокпен, бензинмен отырдық. 1 жыл көлемінде. Одан кейін жерді сатқан адамдар бізге уәде берген. Светті жасаймыз, жол бәрі жасалады деп. Бірақ оның бәрі түк істелмеді. Асанова деген кісі мен бағанағындай жүргізем деп алдап, бағанағындай осы столбының бәрі о баста болған халықтар куә, ақшаларына жинап, столбыны түсірісіп, міне куәлар бар. Светтің бәрі жүргізілген. Светтің документі бағана тілектестің атында, кооперативтің атында, әскердің атында емес ол. Документ бар ол. Тех условия деген беріледі ауылға. Ауылға тех условия беріледі, АЖК-дан ол тілектестің атында. Кешегі жиналыста бағанағы қазір 19-дан 23-ке дейін отырған төрайым әскер Сарыбаев деген бағанағы айтып отыр. Бұл свет менікі, мен спонсормын, мен ауылға өткізуге қарсы емеспін, бірақ мен ақшамды шығармай қоймаймын дейді. Үлкен сұрақ, сатып алдым дейді. Ол қайдан сатып алады светті? Егер осының бәрі халықтың ақшасына жиналған болса, біріншіден. Екіншіден мәселе, бағанағы АЖК документтің бәрі халықтікі. Ол не үшін ақша жасайды оның арқасында? Ақша жасап отыр. Әр қосқан үйіне ақша жасап отыр. Екіншіден свет 28 теңге бағана айтып отыр. 32 теңге өзінің ойына келгенін істеп отыр ол. Бағанағында ақша қосып төлетіп отыр халыққа. Одан кейін бағанағындай
не жасап отыр? Взнос жасатып отыр. Ол взносқа бағанағындай біздің жолымыз, освещение деген сияқты заттар жасау. Bir дүние жасалмаған. Тек қана өзінен әңгімені бұрмалау, ешқандай отчет бермейді. 4 жыл бойы отыр. Мінгені, джип жасағаны күшті. Жолдың бәрі халықтың ақшасына жасалған. Светтің бәрі халықтың ақшасы, освещениенің бәрі халықтың ақшасы. Одан кейін бұл кісі о кезде бағанағы Шоқалақова Рашила деген болған төрайым. Ол кісі бағана халықтікі болсын деді, тілектестік, ауылдікі болсын бәрі дүние деді. Ол кісі әр үйді айналып, алдап, бағанағындай собрание жасаймын деп, адамды собрание жасап, алдап, төрайым болып отырды. Бірақ заң бойынша соттың решениесі қағазы бәрі бар, оныкі недействительный, өтірік, міне көрсеңіздер болады. Одан кейін печать жоғалды деп, іле таңы деген газетке объявление беріп, өтірік печать жоғалды деп. Печать жалған печать жасап алған, жалған устав жасап алған. Оның үстінен РДР іс қозғалған қылмыстық. Міне, халық тек қана бұл жерде халықты адастырып, алдап, ана бағанағы бұл кісіні алып, тек қана бағана өзінің пайдасын ойлаған. Міне, 2019 жылы мына жерде шырылдап жүріп, земельныйға заявление жазылып жүріп, мына жолдың документін мемлекетке өткізгізгенбіз. Оны кеше ол айтып отыр, жай өткізді деп. Негізі ол қаншама хаттың, қаншама заявлениенің арқасында өткен. Одан кейін бағанағы 2019-дан бері өтті жер. Біз ауылға қосылуымыз керек еді. Біз ауылға қосылмай отырық, ол өзінің қалтасын ойлап отыр. Тек қана мысалы, ауылға берсе ол ақшасыз қалады. Біз мемлекетке тікелей қарайтын боламыз. Сондықтан біздің халықтың бүгінгі үндеуіміз біріншіден бізді ауылға қоссын. Біздің жолымыз жасалсын, автобус жүрсін, скорый келсін, сет жасайық, интернетіміз болсын. Міне. Одан кейін Сарыбаевты алып тастасын. Ауылға председатель керек емес. Одан кейін бағанағындай қылмыстық іс қозғалған. Сол қылмыстық істі бәріміз қолдап, до конца апарып, ақшаның бәрін қайтарып, осы халыққа осы жерді көркейтуге жұмсауымыз керек. Ең басты үндеу сол. Мен осы жақын арада Қарасаев мырзаның жеке қабылдауына бардым. Ол жерде Жасұлан мырза Ащыбұлақ округінің әкімі деп отырды. Сол жерде сұрағым қойылдым. Осы Сарыбаев мырза өтініш тасталды ма деген, ауылға өткізу. Сол кездегі жауабы ешқандай өтініш тасталмаған. Бірақ одан алдын бізге Әскербек мырза ауыл статусын алуға мен өтініш тастап қойғанмын. Оның мен қанша рет сұрадым жауабын. Яғни жауабы болу керек қой, бір документтің мысалға өтініш тасталды ма, оның сразу артынан жауабы келу керек. Ресми кәдімгі қағаз жүзінде. Сол қағаз сұрағанда ол кісі ешқандай жауап берген жоқ, басқа алған жоқ. Тек қана группаларымызды барлығын рекламамен жауып, жылы жауып қойып отырды. Басқа ешқандай жауабы болған жоқ. Мен ешқандай жауап алған жоқпын ол кісіден. Ал облыс әкімі айтты, халық болып жиналып дауыс алып кел, мен өткіземін мемлекетке. Бұл жердегі бәрінің жанайқай ең бірінші очередь бағанағы ауылға өткізу болып отыр. Ең басты жанайқай. Одан кейінгі әңгіме мысалы Сарыбаев әскер бағанағы біздің арқамызда байып отыр. Міне, ешқандай документ, ешқандай отчет жоқ. Мына документтер бойынша сотта ол бәрі жалған документ жасалғаны бар. Мен группаға жібердік, бәрі бар. Одан кейін әкесін сайлап қойған. Әкесін сайлап өз доверенность істеп отыр. Бір отчет жоқ, халыққа алдына келмейді. Кезінде бағана халықты алдаған кезде мен 3 айда бір отчет берем, мен күлдендірем, мен бүйтем деп халықты алдап отырды ғой енді. Рас қой ол. Бәріміз куәміз ғой. 4 жыл өтті міне. 4 жылда түк істелген жоқ. Тек қана өзіне істеп отыр. Тек қана мен бұл жердегі айтайын деген бүгінгі мәселе ең бірінші очередь бағанағы аудан әкімі болсын, облыс әкіміне хат жинайық, қол жинайық осы жерден. Бізді ауылға өткізсін деген ең бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, Сарыбаевтың үстінен мені РДР ашылған. Уголовное дело о незаконном, то, что он подделанный печать документ бойынша. Ол группада жіберілген, қағаз мені бар. Заң бар, тек қана халықтың поддержкасы керек бұл жерде. Тек қана қол қойып, соны ақшасын бәрін аяғаққа шығартып, ортаға ақшаны қойып, ауылға жұмсау керек оны, біреудің қалтасына салмай. Жоқ, сонда өкімет қарап отыр ма, халық қашан айғайлайды деп? Жыламаған балаға омырау жоқ, міне әңгіме рас. Бәріміз үндемей отырық бұл жерде. Ескі Қазақстан. Мен жаңартам, мен бүйтем деп отыр. Ештеңе ауылға жолатпай отыр. Кешегі жиналды, осы жердегі бір 15-20 шақты адам куә. Отчет берген телефоннан цифрларды айтты, кетті. Бір қағаз жоқ, бір дүние жоқ тек қана. Бүгінге шақырдық міне, халықтың алдында төрайым болған. Отыр, незаконно отыр ол. Соның өзінде шақырдық. Бағанағы халықтың алдына жауап берді. Түк жоқ.
келмейді, жиналмайды. Қағаз жүзінде көрсетпейді ештеңені. Міне қалай мысалы айтады, мен спонсормын дейді. Қайдан ол спонсор болсын? Светтің бәрі халықтың ақшасына жасалды. Документ, тех условия АЖК-да осы тілектестікі, біздікі, халықтікі. Ауыл мен спонсормын деп мен ақшаны жасадым. Қалай? Көрсетпеді. АЖК документ түк көрсеткен жоқ, соглашениесін. Тек бүкіл сетке, бана светтің документінің бәрі тілектестікі, халықтікі, оныкі емес. Выкупил деп айтып отыр ол сөзбен бәрі. Қаншаға екенін ештеңе айтпайды. Светтің спонсор, қалай спонсор болады бағанағы айтып отырмын ғой. Бәрі халықтың ақшасына жиналған, бәрі халықтың атына жасалған. Құрметті облыс әкімі, Алматы облыстың әкімі, Алматы облысының Іле ауданының әкімі Қарасаев мырза, Ашыбұлақ аудандық округінің әкімі Оналбаев мырза, сіздерге біз үндеу тастаймыз халық болып. Сіздер білесіздер, 2016 жылы осы ауыл садовод құрылған кезде ешқандай документ, свет, жол ештеңе болмады. Халықтар өзіміз жиналып, мына светтің бүкіл электрожүйесін өзіміз жүргіздік. Халыққа берілген 40 ваттан 160 киловаттқа дейін технический условиямыз болды. Халыққа Асанова безвозмездное пользование деп бүкіл мына нені жүргізіп әкеп берді. Бірақ та артынан құйтырқы әрекеттермен жаңағындай трансформаторды Сарыбаев Әскербек деген өзінің атына жазып алады. Бұл жерде сотта өзіне жаңағындай документ жасап, өтірік протокол жасап, өтірік Іле газетіне жазып, жаңағындай печать жоғалды, устав жоғалды деп, менің сыртымнан халықты өзі жинап, өзіне өзі юстицияға барып тіркеледі. Юстициядан мен оның бәрін сотқа беріп, третий лицо деп юстиция, Іле ауданының юстициясы да келді. Сол кезде жаңағындай бұны жоққа шығарған бәрін. Ол решение суда деген бар қолымызда. Бәрі бүкіл WhatsApp-та халықтардың қолында отыр қазір. Оның қайтадан барып мен заявление жазып өз орныма тұрған кезде 4 күннен кейін Сарыбаев Әскербек әкесін Сарыбаев Нұралы деген кісіні сайлап қойыпты. Документ бойынша Сарыбаев Нұралы деген кісі қазір отыр сол жерде. Бірақ халық оны білмейді, бүгін ғана естіп жатыр. Халықтың қалауы Сарыбаев Әскербек болса, сол кісі ер адам ғой, жүргізсе жүргізсін, осы жұмысты қолына алса алсын деген ойым болды менің. Енді халықтар оянып, оның заңсыз құжат жасап жатқан 4 жыл 5 жыл болды, ешқандай отчет берілмегенін. Светке барсаң, айына 1000 теңгеден сен бермесең, Светінің ақшасын алмай қояды. Мен өзім лично білмеймін, мен 4 ай болыпты, бала шағам төлеп жүріпті. Членский взнос 12 000 теңге қылып тастады, 8 000-нан. Ешқандай жылына бір рет протокол жасалынып, утверждать етілмейді. Қағаз жүзінде ешқандай жұмыс жоқ. Өзіне зарплата менің деп кеше халықтарға 2 миллион ба қарызсыңдар деп мойындарына іліп тастады. Ол қайдан келген ақша? Налог төленіп отыр ма? Статотчет жасалынып жатыр ма? Бәр жерден ешқандай фискальный чек берілмейді. Ол действительно инвестор ма? Инвестор емес пе? Осының бәріне ДВД, Іле ауданының, ровд-ға, Іле ауданының, прокуратурасына Іле ауданының біздер хат жазып 2019 жылы іс қозғалтқанбыз. Ол іс аяқсыз қалды. Өйткені себебі ол ескі Қазақстан болды. Енді жаңа Қазақстанда ойлаймыз, осы құзырлы органдағы адамдар осы істі қолға қайтадан алып, халықтар жиналып, халыққа осыншама қорлаған үшін, қанаған үшін, халықтың ақшасын тартып алған, қинап, қорқытып, үркітіп, 1000 теңгеден айына бермесеңдер, мен сендердің светтеріңді кесем деген әңгімелер болып, халықтар соны күйзелгеннен төлеп отыр. Халыққа берілген 160 киловатт қайда? Оны неге ол өзінің трансформаторын үйіне кіргізіп алады да, менің трансформаторым дейді. Бұл светті мен жүргізгем. Мен мына бүкіл халықтың светтен 180-200 мыңнан алмайынша, бітірмейінше мен светті бермеймін дейді. Оның қандай құқығы бар? Бір адамға 1000 адамның шамасы келмей отыр. Бірақ бұл жерде тек өкіметтің ғана шамасы келеді деп ойлаймыз. Құзырлы органдар тергеу жасап, тексеріс жасап, осы істі алға қарай жылжытса дейміз. Екінші, юстиция неге оларды екінші рет неге поддельный документпен тіркейді? Юстицияны бұл жерде антикоррупционный комитетке обращение жасаймыз. Юстицияны мен қашанғы оны сотқа берем? 1 рет бердім, 2 рет берем. Қашанғы бере береміз біз сөйтіп? Сол соттасып өмір бақи жүреміз бе сонда? Бұл жерде сыбайлас жемқорлық деген жемқорлықтар болып жатқанның анық. Осының бәрін көзін ашып,
жаңағы антикорға обращение жасаймыз, прокуратураға обращение жасаймыз, ДВД-ға, РОВД-ға, әкімдікке, бәріне обращение жасаймыз. Қарасаев мырза, 2017 жылы сіз жаңадан әкім болып келгенде 2 аптадан кейін бірінші приемыңызға барған мен болатынмын. Осы ауылдың жолының мәселесі туралы. Бір емес 3 қолға сатылып кетіп отыр мына жолымыз. Көшенің жолдары Асанов алып Жаметовқа береді, Жаметов алып Сарбаевқа береді, Сарбаев кімге берген біз білмейміз. Мүмкін оны сіздерге берді ме? Мүмкін оны өзіне оформить етіп алды ма? Біз құжат жөнінде көрмейміз. Осыны анықтап қанығын берсеңіздер. Содан кейін мына жерде тұрған Көкқайнар 2-ші отделение, осыған бізді қосуларыңызды сұраймыз. Жолды өзіміз жасап жатырмыз, светті өзіміз жасадық, газды халық өздері кіргізіп жатыр. Ешқандай өкіметтен ештеңе біз сұрап отырған жоқпыз. Бізді светімізді сол энергетикпен договорымызды растарға етіп тастады. Тек бір адам, ол қалай бір адамға беріледі? Егер инвестор не болса, ИПСі болса, оған 40 киловатт беріледі. Ол қалай мынаншама 340 үй отыр, 420 үй участок бар, соның 350 адамдар қосылып отыр. Сол 350 адамдардан қалай ол оны жеткізіп отыр? Осының бәріне тексеріс жүргізсеңіздер екен деймін. Халықтың технический условиясын қайтып беріңіздер. Халыққа договор энергетикпен қайтып берілсін. Міне сол, егер біз энергетикпен отырсақ, энергетик бізге ондай баға қоймайды 32 теңге деген. Ол жерде өзінің тарифі бар. Біз сол тарифпен төлер едік. Ақырындап біз ауыл статусын алуға өтер едік. Бізге оны әкімшілікте, мемлекетте қолдау болады деген ойдамын. Себебі бұл жол халықтікі болу керек, жекеменшік болмау керек. Міне мен соны айтайын дегенім осы. Енді келесі жолы мынандай істер қайталанбасын. РОВД-ға түскен, прокуратураға түскен қылмыстық іске РДР ашылды ма, оны до конца апару керек. Неге оны жауып тастай береді? Біз білмейміз. Қанша рет заявление жазылды. Сонда мен төрайым болдым. Содан менің светімді 5 рет кесті. Халықтарды алдады. Өтірік жалған ақпарат берді маған. Кешеге дейін мінекей менде видео жүр. Осы жалған, менің үстімден жалған айтқан үшін, осы Сарбаев Әскербекті жалған ақпарат берген үшін Сарбаев Әскербекті жазаға тартуларыңызды сұраймын. Неге ол мені халыққа осыншама жексұрын қып, жаман қып көрсетіп, халыққа маған бұрмалап, өз жұмысына жауап бермей, маған сондай құйтырқы әрекеттерді халықтың несін бұра береді, көңілін. Ол өзіне өз жауап берсін. Мен өз-өзіме жауап бергем. Ол уже 4 жыл болды өтіп кеткен. Бірақ та қолдағы нұсқама, приписание, отписание берілген акиматқа. Нені жаңағында 1 жыл бесқозный қылып, одан кейін ол ИЖС-қа береме, жоқ ЛПХ-ға береме, жоқ КПКС-ның өзіне қайтып береме, оны жергілікті мекеме шешу керек болған. Осының бәрін тоқтатып, осындай іске келген кезде Сарбаев Әскербек алдымыздан ұрып шығып, халықтың бастарын бұрып, өтірікті айтып, жалған ақпарат беріп, міне осы күнге дейін келе жатыр. Халықтың көзі ашылып, міне бүгін жиналып тұр. Осының бәрін, осы мәселенің бәрін шешіп берулеріңізді сұраймыз. Сұраймыз ба халық? 2018 жылы осы октябрь айында мен осы ауылдың бір көшесінен комиссия ретінде ГРС-ке жиналысқа бардым. Комиссия ретінде. Барған жерімде сол свет жөнінде болды әңгіме. Сонан светтің директоры мен инженеріне мен сұрақ қойдым. Осы светтің киловатты қаншадан беріп отырсыздар, сатып отырсыздар деп. Ол кісілердің берген ответі маған 18 теңгеден сатып отырмыз деді. Ал ендеше бізде қалайша 29 теңге болып тұр деп сұрап едім, оны өздеріңіз кетіп болыңдар деді. Ал енді қазір 29 теңге болатын, 32 теңгеге өсті 1 киловатты. Осыны бағаны қайдан алып отыр? Осы 350 үй бар. 350 үй 300 киловаттан айына жағып тұр. Каждый үй. Сонан есептесем ақырын. Где-то 1,5 миллион ақша түсіп отыр ай сайын. Ал светтің қосудың өзі 1000 болып тұр. Халыққа біреулер жетіп отыр, біреулер жетпей отыр. Біреулер әке-шешесінің пенсиясына қарап отыр. Біреулер кредит алып төлеп отыр. 200-220 мыңға қосып жатыр. Ол бағаны қайдан алып отыр? Ал газды қосу деген ол бір бейнет болып жатыр. 600 мыңға шығып кетті. Ал өкіметтен телевизордан естісек 300 мың деп отыр. Осыны бізге тексеріп, алған ақшаны қайтадан құстыра ма? Бұл районный сотқа берілсін. Районный соттың решениесін біз аттап кетелмейміз.
оның решениесін алып Аманат партиясына берілсін деп мен сұраймын. Ардақты ағайын, көрдіңіздер, Алматы облысы Іле ауданы Ашбұлақ ауылдық округіне қарасты ауыл тұрғындарының. Енді бұл ауыл тұрғындар деп айтуға келмейді, өйткені бұл жерде тілектес саяжай деп аталады. Ауылға қаралмайды, иесіз қалған. Осы мәселеге байланысты мен бүгін арнайы халықтың шақыруымен келдім. Міне халық келе жатыр. Осы тілектес саяжайының тұрғындары. Мұнда келіп, қазір бұл жерде трансформатордың қайда тұрғанын көреміз. Міне ардақты ағайын, тілектес саяжайының тұрғындары. Сонда түсінгенім, мына трансформатор тұрған үй қазіргі төрайымның жеке меншігінде халық құрған фундамент міне. Бұрын тұрған жері. Бұрын тұрған, осы жер тұрған. Үйіне кіргізіп алған аумағына, я? Айтыңыз, сіз бұрынғы осы жердің басшысы ретінде, жалпы осы жағдай трансформатордың біреудің жеке үйінің аумағында тұруы қаншалықты заңды? Негізі ол заңсыз. Ол халықтың трансформаторы. Көшеде тұру керек ол. Трансформатор мына жерде тұрған кезінде, міне мына жерде фундаменті тұр. Сосын мына жерде біз халық болып шолағамыз. Ограждение жаса дегенбіз. Сол кезде ограждение жасамай өз ауласына кіргізіп алған осы трансформаторды. Сол кеше кішігірім жиналыста айтады, бұл мен жеке меншігім, өзім білем не істесем деді еді кеше. Трансформатор соның жеке меншігі болып тұрмыз? Трансформатор свет мен жеке меншігім деді. Мен Асановтан сатып алған бәленбай миллионға. Мен ақшаны пока алмай, мен сендерге светті бермеймін деді. Сотқа берсеңдер, не істесеңдер де свет менікі деді. Лично менікі деді. Сөйтіп айтқан кеше ғана айтты. Кеше айтты. Бұл халықтық емес, ешкімдік емес, тілектестік емес, ауылдық емес, ешкімдік емес, менікі деді. Асановпен мен лично сатып алған деді. Ол ақшасын мен шығармай, мен оны сатпаймын да, бермеймін де. Ал кетсем де өзім білем деді ғой кеше бұл. Осының жеке меншікке өткенін бір қағазын берші, купля-продажа бар ма, бір какой-нибудь договорный обязательство бар ма деп сұраған кезде, ол ешқандай ештеңе айтқан жоқ. 423 үйді қоспағанша мен бұны бермеймін, халыққа өткізбеймін. Жәнегі жарыққа ештеңе нетпеймін деді кеше. Сіз сатып алсаң, қаншаға сатып алдың? Бағанағы бұл соглашение, сен қаншаға сатып алдың? Біріншіден, халықтың саған берешегі қанша? Сонда біз емес, біздің балаларымыз қарыз болып кете ме саған? Қалай дедік? Bir құжат көрсетілген жоқ. Бағанағы о баста айтқандай, столбы, свет бәрі халықтың атына жасалған, халықтың ақшасына жасалған. Бағанағы документ бойынша, АЖК бойынша, тех условияда бәрі тілектестікі. Ол оныкі емес. Ол бағанағындай бір құжат көрсетпейді, бәрі менікінде деп ақшасын өзі алып отыр. Халыққа міне бүгінде келген жоқ, кешеде міне куә бір құжат көрсеткен жоқ, тек қана сөзбен айтады. Мен пока ақшамды өзімнің алмайынша сендерге түк жоқ дейді. Болды. Міне мәселе. Бірақ оны жеке меншікке алу мүмкін бе ол? Жеке меншікке ол алу мүмкін емес ол. Свет ол сатылмайды, ол ауылдікі, ауылдың атына берілген, АЖК-дан тех условия деген берілген. Кеше анализ сұрағамыз. 2018-19 жылдардан бастап неше үй свет қостың, и соң қаншама ақшасын шығардың деп, соны суммарный виде сұрадық та, оны айтқан жоқ. Енді 80 мың теңгені 423 үйге көбейт деді. По факту сол айтты, калькулятормен көбейттік, 33 миллион 480 мың теңге болып шықты. Значит, сол ақшаға сатып алдым ба десем, сол ақшаға сатып алдым дейді енді, бірақ ешқандай құжат жоқ, ештеңе жоқ. Саяжайдың жолын көрсетпекпін, ардақты ағайын. Міне. Жол осындай. Бірақ халықтан ақша жиналады, жол жасалмайды. Электр энергиясы туралы өздеріңіз көрдіңіздер. Газ мәселесі шешілмеген. Осындай жағдай. Бұл Алматы облысы, Іле ауданы, Ашбұлақ ауылдық округінің аумағында орналасқан тілектес саяжайындағы жағдай. Міне ардақты ағайын, ауыл халқының мұң-мұқтажын естідіңіздер. Ақсақалдың сөйлегенінде, бұрынғы төрайымның сөйлегенінде, ауыл адамдарының барлықтарының мұң-мұқтажын қаз қалпында назарларыңызға ұсындым. Өздеріңіз көріп отырғандай, 21 ғасырда өмір сүріп жатқан Қазақстандағы осындай жағдайдың болғаны өте қиын жағдай.
тіпті мынаны егер көрсетпесек, адам сенгісіз жағдай. Өйткені бұл жер иесіз қалған. Яғни жер жол мәселесі шешілмеген, су мәселесі шешілмеген, газ мәселесі шешілмеген, интернет жоқ. Яғни бұл жерде балалар қалай оқиды, қалай білім алады, балалардың мектепке қатынауы, ол мәселе де шешілмеген, электр энергиясына көп қымбат бағада ақы төлейді, ешкімге керек емес, ешкімге керексіз болып қалған жер деп айтуға болады. Бірақ бұл жер бір қызығы, айналасының барлығы да мемлекетке, ауыл әкімдігіне қарайды. Бұл жер Алматы облысы, Іле ауданы, Ашбұлақ ауылдық округінің аумағында орналасқанымен, дәл қазіргі уақытта ешкім бұл ауылға жауапты емес. Сол мәселеге байланысты мен келдім. Бұл жерде халықтың талабын өздеріңіз көрдіңіздер, ауылға қосу. Яғни 30 гектар жері бар, 420 үйі бар. Осы тілектес саяжайының тұрғындарының бір ғана талабы бар. Ол осы жердегі Ашбұлақ ауылдық округіне қарайтын Көкқайнар ауылына қосу. Өйткені бұл осы жердің дәл осы саяжайдың айналасының барлығы дерлік осы ауылға қарайды, және мемлекеттің қорғауында. Сондықтан ардақты ағайын, мен үнемі осы елдің мұң-мұқтажын, осындай зәбір көрген, әділдікті іздеген азаматтардың, халықтың пікірін, мұң-зарын үнемі жалпақ жұртқа жариялауды жалғастырамын. Бүгін де осы мәселемен келдім. Құрметті көрермендер, пікір жазыңыздар, осыны көптеп таратыңыздар, шындықтың көпке жетуіне сіздер де үлес қосыңыздар. Назарларыңызда болған Абзал Достияр, келесіде жүздескенше.